Математика сабағы, сабақтың тақырыбы баға, сан, құн. 85-ші сабақ. Бүгінгі сабақта монеталарды ажыратуды және олармен әртүрлі амалдар орындауды үйренесің. Баға, сан, құн ұғымдарын есіңе түсір. Қараймыз, бір сникерс 100 теңге тұрады. Ал саны оның 3 болса, 3 сникерс неше теңге болады? Ойланып жауап бер. Дұрыс, 300 теңге болады. Кесте бойынша есеп шығарайық. Сатып алынатын заттың құнын білу үшін тауардың бағасын оның санына көбейту керек. Мысалы, қараймыз. Қарындаш 5 теңге. Оның саны 6 дана. Құны белгісіз. Яғни біз құнын табу үшін бағасын көбейтеміз санына. Ол дегеніміз 5-ті көбейтемін 6-ға. Мәні болады 30 теңге. Яғни бұл қарындаш. Жақшаның ішіне қ, қарындаш екенін белгілеп қояйық. Келесі екінші есепке қараймыз. Бұл жерде керісінше бағасын білуіміз керек. Ол үшін, бағасын білу үшін құнын санына бөлеміз. Яғни бағасы Б, бағасын білу үшін құнын бөлеміз санға. Яғни 27-ні бөлемін 3-ке. 27 саны, бағасы біреуі неше теңге тұрады? 9 теңге. Бұл сызғыш. Және соңғы өшіргіш. Өшіргіштің біз санын табуымыз керек. Санын табу үшін құнын бөлеміз бағаға. Яғни құны 24 теңге, ал бағасы 8 теңге. Бөлемін 8-ге. Мәні болады 3. 3 дана. Бұл өшіргіш. Дәптермен жұмыс. Дәптерге бүгінгі күнді жазып қоямыз. Номер 2, 49-шы бет. Есептерді шығар. Бойынша есепті шығарайық. Болғаны сатып алынды қалды. Яғни бұл есептің шарты болады. Болғаны жазамыз. Болғаны санаймыз. 500, 200 және 100 теңге. 500-ге 200, 700 және 800 теңге. Болғаны 800 теңге. Сатып алынды. Сатып алынды. Кішкентай кигіз үй сатып алынды. Неше теңгеге? Дұрыс, 600 теңгеге. Сонда қалды белгісіз теңге. Шешуі. 800 азайтамын 600 теңге. Мәні болады 200. Сонда қалды 200 теңге. Қалған есептерді кестедегі тура осылай шығар. Номер 3, 49-шы бет. Теңдеулерді шеш. Бір теңдеуді шығарып көрсетемін. 85 азайту x тен 35. X-тің орындағы санды табамыз. X тен 85 азайту 35. X тен 50. Сызамыз. Тексереміз. 85 азайту 50 тен 35. Яғни бер жағы 85 болса, теңдеудің сол жағы 85, оң жағы да 50-ге 35-ті қоссақ 85 болады. Теңдеуіміз дұрыс. Қалған теңдеулерді осылай шығар. Номер 4, 49-шы бет. Баған түрінде есепте. Мысалы, 6 қосу 44. 4-ке 6 қосамын 10, 0-ін жазамын, 1-і ойда. 4-ке ойдағы 1-ді қосамын 5. Сонда мәні болады 50. Азайтуға бір мысал келтірейін. 98 азайту 35. Сызамын. 8-ден 5 азайтамын 3, 9-дан 3 азайтамын 6. Мәні болады 63. Тура осылай қалған 4 өрнекті баған түрінде есепте.